қайырлы күн. Қазір сіздерге қалай платформаға доступ алу керек екенін көрсететін боламын. Ондай болса, кез келген өзіміздің неге кіреміз, Google болсын, Safari болсын, соткадан да тура осылай басамыз. Міне осылай Google-ға кіреді. Google-да gmail.com деп жазамыз, немесе email.ru деп жазамыз. Оның разницасы жоқ. И содан кейін осы жақта кіреміз осы сайтқа. Енді бұл жерде қарасаңыздар, менде сразу кіріп кетті, бірақ бұл жерде мән беру керек. Не нәрсеге? Біз сіздерден почта сұрадық қой. Сол почталарыңыз болуы маңызды. Мысалы үшін мына жерде менде Нургазин онлайн деген почтаны егер мен жіберген болсам, осы почта арқылы кіремін. Осы жерде бізде міне ойпринттен мен уже бұл сообщениені ашып қойдым. Осындай сообщение келеді. Егер келмеген болса, сіздер не істейсіздер? Мына жақта спам деген нәрсе бар. Міне сол жақта осы спамның ішіне кіріп тексеріп көресіздер. Осы жаққа келіп қалуы мүмкін. Бірақ көбінесе входящийдің ішінде тұрады. И содан кейін басып кіреміз. Осы жерде міне біздің логиніміз, мынау біздің не нәрсеміз, пароліміз осылай беріледі екен. Бірақ пароль байқасаңыздар өте қиын, сондықтан біз не істейміз? Мынаның ішіне кіреміз. Бірінші страница входа деп тұр. Осыны басамыз. Осылай кірген кезде біз міне платформаға кіреміз. Бұл жерде бізде мысалы үшін сізге Plotter курсына доступ берілген болса, сізде осылай Plotter курсы шығып тұрады. Ал тағы басқа курстарға доступ берілген болса, қасында жаңағы курстар осылай шығып тұратын болады. Енді ары қарай біз жаңа не істейміз? Ең бірінші мынау оң жақ үстіндегі мынау адам суреті тұр ғой, осыны басамыз. Одан кейін мынау профиль деп тұр, осы профильді басамыз. Профильді басқаннан кейін енді мынау сіздердің нелеріңіз болады? Логиндарыңыз болады, осыны жаттап алу керек болады. Бұл тура сіздердің почталарыңыздың аты. Ал енді келесі біз не істейміз? Установить новый пароль деп өзіміздің паролімізді қойып алсақ болады. Бұл жерге мысалы үшін біз не деп жазсақ болады? Астана 2025 деп мысалы үшін жазып қойсақ болады. И мына жерде бізде разрешить использование слабого пароля деген бар. Міне осыны басамыз. И содан кейін ең астына түсіп обновить профиль дегенді бассақ болады. Все, біздің пароліміз не істеді? Өзгерді. Пароліміз қандай? Астана 2025. Міне, енді ары қарай сіздерге платформаның ішін көрсетіп кетейін. Мысалы үшін сіздер Plotter курсын сатып алған болсаңыздар, осы жерде Plotter бизнесі деп осылай ашық тұрады. Осыны бассаңыздар, бұл курс бізде 9 модульдан тұрады. Тағы да модульдар қосылады, қосымша бонус модульдар. Енді бұл жерде әр модульдің ішінде сабақтар бар. Мысалы үшін бірінші модульдан бастайсыздар. Бірінші модульдің ішінде осылай әр сабақтарды көріп отырсаңыздар болады. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші сабақтар. Кейбір сабақтардың ішінде, мысалы үшін екінші сабақтың ішінде бізде мынандай 5 бөлімге, 6 бөлімге бөлінген екен. Осының барлығын қарап оқып шығасыздар.